Нарықтық экономикалық қоғамда жаңа дәуірге аяқ басқалы жатқан Қазақстанның еңбек нарығы өз ісінің майталмандары атанар білікті мамандардың болуын қажет етеді. Дәл осы мақсатта жұмыс атқарып келе жатқан іргелі оқу орындарының бірі Қазақмыс корпорациясының политехникалық колледжі. Колледж қызметімен мақсаты ел өнеркәсібінің, оның ішінде Қазақмыс корпорациясы сынды алпауыт компанияның жұмыс күшін даярлаумен тығыз байланысты. 2009 жылы алғаш рет білім іздеген жастарға есігін айқара ашқан колледж бүгінгі таңда жүздеген шәкірттерін тәрбиелеп, ел экономикасы мен техникалық және кәсіптік білім беру саласына үлкен үлесін қосып отыр. Политехникалық колледжде техник-металлург, техник-электромеханик, техник-технолог, техник-механик сынды біліктіліктер бойынша мамандар даярлайды. Мамандарды даярлау барысында әрдайым білімін жетілдіріп отыратын педагогикалық құрам оқытудағы озық тәжірибелерді қолданып, материалдық техникалық базаны талапқа сай оңтайландыруды басшылыққа алуды басты қағида етіп алған. Техникалық және кәсіптік білім беру саласында жұмыс атқарып келе жатқан оқу орындарының арасында политехникалық колледж дуалды оқытуды алғашқылардың бірі болып енгізді. Сәйкесінше, біздің колледжіміздің білім алушылары барынша өзекті, қазіргі заман талабына сай білімдерді игеруде. Алған білімдерін тәжірибелік сабақтар барысында шеберлердің қолдауымен арнайы шеберханаларда және өндірісте шыңдауда. Оқытудағы жетістіктердің арқасында колледж бүгінде еліміздің үздік ондығынан орын алған. Сонымен бірге, түрлі деңгейдегі ғылыми-практикалық конференцияларда және шеберлік сабақтарында жинақталған тәжірибелермен бөлісуде. Колледж қабырғасында жан-жақты дамыған толыққанды тұлға тәрбиелеу басты мақсаттардың бірі. Бірнеше бағытты қамтитын тәрбиелік жұмыстардың дені жастардың бойында шығармашылық пен игі қасиеттерді дамытуға арналған. Оның дәлелі оқу процесімен қатар жүргізіліп жатқан сан салалы үйірмелер мен қызығушылық бойынша клубтар. Үйірме жұмыстар аясында әр студент өзін жаңа қырынан ашып, тұлға ретінде шыңдала түседі. Политехникалық колледж студенттерінен құралған жігер студенттік парламенті, колледж, қала, облыс және республика көлеміндегі іс-шараларда өздерін жақсы жағынан танытып, жүлделі орындарды иеленіп қана қоймай, жастарды толғандыратын мәселелерді еркін ортаға салып, азаматтық көзқарастарын танытып жүр. Атап айтсақ, Жұлдыз дебат клубы, Сырлас драма үйірмесі, Қайсар әскери-патриоттық клубы, би және спорт үйірмелерінің қызу жұмысы өз жемісін беріп келеді. Өскелең ұрпақты білім нәрімен сусындатып жетілдіруден бөлек, колледжде кадрлар даярлау және қайта даярлау орталығы жұмыс жасауда. Орталық жұмыс арқасында өндіріс жұмысшыларында өз білімдерін қайта жаңғыртуына және шыңдалуына мүмкіндігі бар. Политехникалық колледж ұжымы ұйымдастыруымен WorldSkills корпоративтік чемпионаты жыл сайын өтеді. 5 біліктілік бойынша қатысушылардың білімдері мен шеберліктерін сынаған бұл чемпионат қала өмірінде де жаңа тыныс берді. Атқарылған жұмыстардың нәтижесінде Балқаш қаласы мен Қазақмыс корпорациясының өндіріс саласына қосар үлесі әлі көп екенін айшықтай түсті. Ел дамуына үлес қосқысы келетін және жарқын болашаққа ұмтылған белсенді жастардың басын қосқан Қазақмыс корпорациясының политехникалық колледжі өзінің бәсекеге қабілеттілігі мен ұрпақтар сабақтастығын берік ұстанатын қағидасын үздіксіз дәлелдеп келеді. Алдағы уақытта да дәлелдей бермек. Себебі бұл орда шеберлікті ту еткен жастардың бойында біліктілік пен білімнің, тәрбие мен жетістіктің қайнар көзі болудан жалықпақ емес.